Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Подписаться кнопкасын басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Бүгін біз сіздермен орамжапырақ қосылған пирожки істейміз. Мен сіздерге капустаны, яғни орамжапырақты жей алмайтын адамның да жеп кететініне кепілдік беремін. Ол үшін біз бірінші салмамызды дайындауымыз қажет. Әрине, салманы өзіңіздің қалауыңызша өзгертуіңізге болады. Орамжапырақты төрт бұрышты етіп, жуаны ұзынша етіп тураймыз. Сәбізді үккіштен өткіземіз. Шағын крышкамен жабылатын кастрөлімізге жуа мен сәбізді 5 минут қуырып, капуста салып араластырып отыра, тағы 5 минут қуырып, 3 ас қасық су құйып, 1 шай қасық тұз салып, қақпағын жауып, 5 минут бұқтырып аламыз. Енді қамырымызды әзірлейміз. 300 мл жылы сүтімізді ыдысымызға қойып, 2 шай қасық шекер саламыз, 1 шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. 1 дана жұмыртқа қосып, тағы араластырамыз. Оған 1 шай қасық толтырып дрожж саламыз. Яғни ашытқы. Тағы да араластырамыз. Енді 450 грамм ұнымызды бөліп електен өткізіп, қамырымызды қасықпен араластырып отырамыз. Осылай барлық ұнымызды біріккенше араластырып аламыз. Одан соң қолмен илеп 5 минут иін қандырамыз. Одан кейін мешкі майын қосып, тағы да жақсылап илеп, видеодағыдай шарик жасап, бетін пленкамен немесе ас пленкасымен жауып, жып-жылы жерге 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін тағы да жақсылап илеп, өз көлемінен 2 есе көтерілгенше бетін жауып қоя тұрамыз. Мен 1 сағатқа қойдым. Көтерілгеннен соң қамырымызды бірдей 20 бөлікке бөліп, шариктеп аламыз. Осы кезде газдың астын жағып, майымызды қыздыруды ұмытпайық. Содан соң жартысының бетін жауып қоя тұра, біртіндеп пирожкилердің салмасын салып, түйген жағын төмен қаратып, майланған ыдысымызға сала береміз. Және де бетін жауып отырамыз. Әйтпесе кеуіп кетеді. Бәрін болған соң пирожкилерді пісіріп аламыз. Яғни қызып тұрған майға тігісімен төмен қойып, қызартып, аударып, тағы қызартып пісіріп аламыз. Достар, сіздерге Балбармақ арнасы ұнаса, лайк басып отырыңыздар. Мінекей, әдемі, нәзік, сондай дәмді пирожкилер дайын болды. Алда әлі де дәмді видеолар күтіп тұр. Сол үшін подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен Балбармақ.